Сәлем достар. Бүгін біз көптеген адамдар ашық айтуға ұялатын, бірақ адам денсаулығы үшін өте маңызды тақырыпты қозғайтын боламыз. Бұл жыныстық қатынас. Жыныстық қатынас бұл тек ұрпақ жалғастыру немесе ләззат алу үшін ғана емес. Бұл табиғаттың бізге сыйлаған ең күшті табиғи дәрісі. Ғалымдар ондаған жылдар бойы интимдік өмірдің адам ағзасына әсерін зерттеп, таңғажайып қорытындыларға келді. Егер сіз денсаулығыңызды жақсартып, жастығыңызды ұзартқыңыз келсе, бұл видеоны соңына дейін тыңдаңыз. Бүгін біз жыныстық қатынастың физикалық, эмоционалдық және интеллектуалдық пайдасы туралы сөйлесетін боламыз. Иммунитет және вирустармен күрес. Бірінші және ең маңызды пайдасы ол иммунитетті нығайту. Пенсильваниядағы Уилск университетінің зерттеуі бойынша аптасына кемінде 1-2 рет тұрақты қатынаста болатын адамдардың ағзасында иммуноглобулин А деңгейі 30%-ға жоғары болады екен. Бұл антиденелер біздің ағзамызды тұмаудан, суық тиюден және басқа да инфекциялардан қорғайтын алғашқы шөп болып табылады. Демек, үйлесімді интимдік өмір сізді дәріханаға барудан сақтай алады. Жүрек денсаулығы және ұзақ өмір. Көптеген адамдар жүрегіме күш түсіп кетпей ме деп қорқады. Керісінше, тұрақты физикалық белсенділіктің бұл түрі жүрек қан тамырлары жүйесін жаттықтырады. Бұл керемет кардио жаттығу. Бір акт кезінде адам орташа есеппен 100-200 калорияға дейін жұмсайды. Бұл жылдам жүрумен немесе баспалдақпен көтерілумен тең. Зерттеулер көрсеткендей, белсенді жыныстық өмірі бар ер адамдарда инсульт немесе инфаркт алу қаупі 50%-ға дейін төмендейді. Себебі бұл қан қысымын реттеп, қан айналымын жақсартады. Стресспен күрес және бақыт гормондарын бөледі. Қазіргі күйзеліске толы заманда бұл тармақ өте өзекті. Қатынас кезінде миымызға нағыз химиялық зауытқа айналады да, біздің ағзамызда окситоцин, сенім және жақындық гормоны бөлінеді. Домофин ләззат гормоны, эндорфиндер, табиғи антидепрессанттар. Бұл гормондар кортизолдың деңгейін төмендетеді. Сондықтан жақындықтан кейін адам өзін еркін, тыныш және бақытты сезінеді. Бұл тіпті созылмалы депрессияның алдын алуға көмектеседі. Әйелдер мен ерлерге арналған ерекше пайдасы. Бұл процестің әр жыныс үшін өзіндік ерекшеліктері бар. Әйелдер үшін бұл кіші жамбас мүшелеріндегі қан айналымын жақсартып, бұлшықеттерді нығайтады. Бұл болашақта көптеген гинекологиялық мәселелердің алдын алуға және етек-кіртек кезіндегі ауырсынуды азайтуға көмектеседі. Ерлер үшін тұрақты қатынас простата безінің денсаулығы үшін өте маңызды. Гарвард медициналық мектебінің зерттеуі бойынша айына кемінде 21 рет болатын ер адамдарда простата қатерлі ісігінің даму қаупі айтарлықтай төмендейді. Ұйқы сапасы және жастық. Егер сіз ұйқысыздықтан қиналсаңыз, бұл бөлім сіз үшін. Оргазмнан кейін ағзада пролактин гормоны бөлінеді. Ол релаксация мен терең ұйқыға жауап береді. Сонымен қатар жыныстық қатынас кезінде қан айналымы күшейгендіктен теріге оттегі көп барады. Бұл терінің серпімділігін арттырып, әжімдердің түсуін баяулатады. Тұрақты интимдік өмірі бар адамдар өз жасынан 5-7 жылға жас көрінетінін ғылыми дәлелденген факт. Көріп отырғандарыңыздай, бұл тек физикалық қажеттілік емес, бұл денсаулық пен бақыттың негізі. Бірақ ұмытпаңыз, ең жоғарғы пайда тек сүйікті адаммен сенімді және қауіпсіз қатынаста болғанда ғана болады. Егер сіз бұл ақпаратты пайдалы
ақпарат сізге пайдалы болса, видеоға лайк басып пікір қалдырыңыз. Сіздің ойыңызша денсаулық үшін тағы не маңызды? Келесі видеода қандай тақырыпты талқылайық? Ескерту: бұл видео ақпараттық мақсатта дайындалған. Кез келген медициналық мәселе бойынша дәрігермен кеңесуді ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.